Біз бүгін «Түйген жүрек» телесериалының кезекті бөліміне де келдік. Бүгінгі бөлімде Жаннан, Ләйла, Изги үшеуі отырады. Барлығы алаңдап хабар күтіп отырады. Сол кезде Изгиге енген хабарлама жазады, яғни біз Онурды таптық, соған қарай бара жатырмыз. Ләйлаға айт, уайымдамасын дейді. Одан кейін Ләйла Жаннан ханымға айтады, мен кешке қарай Хашметпен екеуміз сөйлестік, сол кезде Хашмет айтқан, мені алдаған, жанымды ауыртқан адамдарды мен бірден өлтіремін дейді. Бұдан артық оларға жаза жоқ дегендей қылып айтты дейді. Сол кезде Жаннан айтады оған, уайымдама, қорықпа, ол еш нәрсені білмейді деген секілді. Сөйтіп оны басады. Одан кейін Хашмет келеді, сендер хабарламаны естідіңдер ма, бәрі сол жаққа кетіпті дейді. Иә, жаңа ғана Изгиге енген хабарлама жазды деп оған жауап береді. Одан кейін Семгиге папасы ұрсып атады, яғни Семги мен фотограф екеуі түнде бірге болған. Оны енді подружкалармен бірге болдым деп папасына өтірік айта салады. Папасы айтады, енді сені уайымдап жүрмейін деп ұрсып жатады қызына. Сол кезде анасы да келіп әкесіне, яғни күйеуіне айғайлайды, сен не менің қызым тыныш жүреді деген сияқты сөздер айтады. Содан кейін Хақберді келеді, неге осы сендер тыныш жүрмейсіңдер, үнемі ұрсасында жүресіңдер, неше түрлі нәрсе болып жатқан жоқ па, жетісіп жүрген жоқпыз барлығымыз, тыныштық керек бізге, тыныштық керек деп оларға ұрсады. Одан кейін Салих бөлмеге кіріп, яғни Ләйланың бөлмесіне кіріп, оның күнделігін оқиды. Яғни Ләйла өзінің туған күніне жазған, яғни торт алып, өзі свеча алып, яғни мен енді жақсы қыз боламын, мен жақсы қыз болсам, анам қайтып келе ме екен деген секілді сондай сөздер жазған болатын. Сол кезде әйелі оған тиіседі, сен не істеп жүрсің қызыңның бөлмесінде, ұрылар құсап деген секілді. Сол кезде Салих айтады, мен жай кірдім, қызымның бөлмесіне кіруге болмай ма деген секілді. Сөйтіп екеуі екі жаққа кетіп қалады. Одан кейін Берна, Альпер, Ингин бәрі келеді. Альпер Бернаға айғайлайды, қызымды құтқар, біздің осы жағдайымыздың барлығына сен жауаптысың, сен осылардың барлығына сен жасадың деген сияқты сөздер айтады. Одан кейін Берна үйге кіріп кетеді, ал үшеуі Бурак, Ингин, Альпер үшеуі сырттан қарап тұрады. Берна үйге кіріп, оны Онур күтіп алады, қызын ол құшақтайды. Құшақтап, сен ойнай тұр, біз Альпер кім екеуміз, ағаң екеуміз, Онур ағаң екеуміз сөйлесе тұрамыз, сен ойнай тұр дейді. Сол екеуі сөйлесіп жатқанда жаймендеп кім келеді? Альпер кіріп, есікті жай сығалайды да, қызын тыныш деп оны құшақтап, оны нела жөнеледі, құшақтап, сені ойнай ғой дейді. Сол кезде оны Онур көріп қалып, дереу Бернаны ұстап алып, оның маңдайына тапанша тақайды. Сол кезде Чичи қорқып кетеді, жібер менің анамды, енді мен сені жақсы көрмеймін, Онур дейді. Сол кезде Альпер оған, қызым, сен бара ғой, далада күтіп тұр сені деп оны жібереді. Сол кезде сырттан полициялар келіп, қоршаудасың, шық, өзің беріл деген сияқты сөздер, дауыстар естіледі. Одан кейін үшеуі басқа бөлмеге кіріп, үшеуі сөйлеседі. Сол кезде Онур айтады өзінің басынан кешкен оқиғасын, мен Бернаны мен бірінші сүйдім, мен оны жақсы көрдім, бірақ ол сені таңдады, бірақ кейін ол мені қайтадан жақсы көрді, өйткені сен оны көзге елемейтін тұғынсың, үнемі жұмыс баста болатынсың деген сияқты сөздер айтады. Одан кейін екеуміз бірге қыдыратынбыз, екеуміз бірге үй жалдайтын, тіпті маған жылап келетін, мен болдым, уже шыдай алмайым, сені жақсы көремін деп үнемі Берна маған келетін, мен Берна үшін біраз нәрсе жасадым, ал сен еш нәрсе жасамадың деп дейді. Сол кезде Берна қайта бұның бәрі өтірік, Альпер, бұған сенбе дейді. Сол кезде Онур оған айтады, Бернаға, сен неге олай деп тұрсың, енді сөйтіп те солай деп қалдың ба, әлі күнге дейін соған жалпақтайсың, неге олай жасайсың, мен сені шынымен де сүйдім, бүкіл өмірімді саған арнадым ғой, мен сені жақсы көрдім ғой деген сияқты сөздер айтады. Одан кейін Альпер айтады, мен сені, Берна, неше ай бойы күттім больницада, сен маған өзің бірінші ажырасам деп айттың деген секілді сөздер айтады. Ал сендер мені алдадыңдар, сендер тіпті менің ағамды да өлтірген шығарсыңдар дейді. Сол кезде Берна, менің қатысым жоқ деп жылай жөнеледі. Ол кезде қайтадан Онур сөйлейді, өтірік айтпа, екеуміз бірге қашқымыз келген жоқ па басқа елге, тіпті екеуміз паспорт жасаттық, екеуміз бірге кеткіміз келді, сен неге олай өтірік айтып тұрсың, неге жалпақтап тұрсың оған деген секілді сөздер айтады. Содан кейін Онур оған айтады, енді мені бағаламадың, мен сені сүйіп едім, бүкіл өмірімді сарп еттім сен үшін, сені мен күткен жоқпын ба, және Онур, мен сені жек көрем, сендер үйленгенде мен сендердің андай жігіт жолдас па сондай болдым, мен сендердің әлі күнге дейін көріп, қызғанып, өлгім келетін үнемі, бірақ мен үнемі шыдадым деген секілді солай сөйлейді. Сол кезде жаңағы Онур мен екеуі төбелесе жөнеледі, жерге жатып, одан кейін жерге құлап, жаңағы тапаншаға екеуі таласа бастайды. Кейін Онур тапаншаны өзі алып қояды.
алып қояды да былай дейді: "Мен, Берна, мен сені сүйдім. Мен бүкіл өмірімді саған арнадым", деп тағы да оған өзін ақтай бастайды. Сол кезде тапаншаны өз маңдайына қойып, өзін атып жібереді. Полицейлер кіріп, ішке не болып жатыр деп кіреді. Сол жерде кім? Чичек, әке, ана деген сияқты жылайды. Ал Бурак үйлерге звондап, бәрі жақсы, барғасын айтамын, Онур өз-өзіне қол жұмсады дейді. Ал Альпер мен Берна екеуі сыртқа шығады. Альпер шығып бірден қызын құшақтап, кейін Берна да оны құшақтайды. Сөйтіп полицейлер айтады: "Екеуіңді мен бөлімшеге алып кетемін", дейді. Сөйтіп сол жерде әңгімелесіп тұрады. Яғни: "Қызым, сен үйге бара бер. Сені Ингин ағаң, Бурак ағаң үйге апарады. Сен үйде ойнай тұр. Біз анаң екеуміз полицейларға барып, не болғанын барлығын айтып берейік, иә, қорықпа", дейді. Одан кейін Хашмет, жаңағы Жанан, Ләйла, Изги барлығы бірге шай ішіп отырады. Яғни хабар күтіп отырады. Сол кезде Хашметке звондайды, Ингин бәрін айтып береді. Яғни Онурдың өлгенін, өзін атқанын. Сол кезде Ләйла байқамай айтып қояды: яғни Хашмет оған айтады: "Ләйла, енді барлығы бітті. Біз енді демалып қайтайық та, Жаннаннан сұраймын, екеуміз демалып сұрайық", дейді. "Екеуміз бір серпіліп қайтайық", дейді. Сол кезде Ләйла одан бас тартады: "Жоқ, мен бара алмаймын. Онурдың анасына кіріп көңіл айтуға барып қайтайын кешке қарай", дейді. Сол кезде Хашмет айтады: "Сен оны қайдан танисың, Онурды, Онурдың анасын? Сен оны қайдан білесің", дейді. Сол кезде Ләйла біртүрлі болып, ыңғайсызданып: "Мен оны аяқ асты кездейсоқ білдім. Мен бала күтуші және үй іздеп жүрген едім. Сол кезде ол кісі жалғыз тұрады екен. Ол өзі объявление берген, яғни қасыма адам керек деп. Содан біз екеуміз бардық. Содан мен баламды жақсы көріп кетті. Сөйтіп біз бірге 1-2 ай ғана тұрдық", дейді. Бұл кездейсоқтық деп ақтала бастайды. Оны Хашмет біртүрлі қарап, қалай сонда кездейсоқтық деген секілді сөздер айтып, сонымен бүгінгі бөлім аяқталады. Егер де бүгінгі бөлім қызықты болса, келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.